Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін сіздерге дәрісті жүргізетін қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Салыбекова Бибігүл Есімханқызы. Біз сіздермен 9-шы сыныпта қазақ әдебиеті пәнінің мәңгілік ел, мәңгілік мұрат бөлімінен Тарзаман романы эпикалық құнды туынды тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың мақсаты шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдығына баға беру. Бағалау критерийі ұрпақтар сабақтастығын көрінісін заманауи тұрғыдан салыстырады, жаңашылдығына баға береді. Ойланып көрейік тәсілі бойынша бүгінгі тақырыпты болжап, өткен сабақтарымыздағы білімдерді қайталау, еске түсіру мақсатында сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Сіздерге мынадай сұрақтар ұсынылады. Бірінші, Тарзаман романында қандай тарихи жағдай бейнеленген? Екінші, бұл оқиға қай ғасырда орын алды? Үшінші, 21 ғасырда мемлекетіміздің жаңашылдыққа бой көтеріп, тәуелсіз ел болып қалыптасуына өткен дәуірдің ықпалы болды ма? Төртінші сұрақ, еліміздің тәуелсіздігін алу жолында құрбан болған батырлардың ерен еңбегі бүгінгі таңда қалай бағалануда? Осы сұрақтарға жауап беру үшін бір сәт болса да ой елегінен өткізіп, сабағымызды бастаймыз. Оқылым тапсырмасы. Өткен сабақтарымызды еске түсірсеңіздер, мына оқылым тапсырмасына назар аударайық. Таркезең романы бүгінгі қазақ прозасының құнды қазынасы. Аңдатпа. Таркезең романы халық тағдыры, таразыға түскен осынау қиын кезеңнің оқиғаларын кең тыныспен, аса байыпты да байсалды көрсете білген шын мәніндегі көркем туынды. Тақырыбы: Қазақстан тарихында сырымдатұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалысы, атымен әйгілі болған халықтың тағдырындағы Ресейдің отарлық билеу кезеңінің оқиғалары. Идеясы: Ресейдің отарлау саясатындағы озбырлықтардың, атақоныстардан, жайылымдардан еріксіз айыру, жазықсыз ауылдарды шауып, адамдарды өлтіру, тонау, барымталау, өзімшілік басқару жүйесіне тыйым салуына байланысты халық қарсыласу қуатын танытты. Сіздерге оқылым тапсырмасы беріледі. Бұл жерде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіндегі филология ғылымдарының докторы профессор Темірхан Тебегенов Таркезең романы эпикалық құнды туынды екендігі туралы зерттеу жұмысындағы айтылған пікірі ұсынылады. Сол оқылым тапсырмасын назар қойып мұқият оқыңыздар. Таркезең романының 7 тарауындағы сюжеттік, композициялық жерлерді мынадай оқиғалар эпикалық көлеммен қамтылған. Біріншісі, Ресей патшалығының әкімшілік жүйесінің қазақ өлкесін мемлекеттік ішкі саясат аясындағы генерал-губернаторлық басқару жүйесінің ерекшелігі бейнеленген. Екінші, Кіші жүз хандығы басқару жүйесінің дәстүрлі жолы мен оның отарлық әкімшілігіне тәуелділік сипаты. Үшінші, Ресейдің отаршыл озбырлық іс-әрекеттеріне тыйым салу, қарсылығын танытушы халық кеңесінің құрылғаны, оған 3 ата өкілдерінің Әлімұлын, Шекті Сегізбай биге, Байұлын, Черкес Тұрманбет биге, Жеті руды, Табын Тіленші биге мүшелері болғандығы, және де халық кеңесінің Төбе биінің Байбақты Сырым би, Төбе бидің кеңесшілерінің Ысық Қаратау би және Кетеке Көккөз би сайланғандығы туралы ақпараттың барлығы да осы романда ашық көрсетілген. Ел армандаған азаматтық тұлға. Яғни, оқылымнан кейін сіздерге тапсырмаға назар аударамыз. Берілген тапсырманың шарты бойынша ұқсастық пен айырмашылық тәсілі арқылы екі дәуір тұлғаларының ерлік жолдарын заманауи тұрғыда салыстырыңдар. Ұқсастығына тауып, жаңашылдығына баға беріңіздер. Дескрипторы. Бұл тапсырманы орындау үшін мына нәрсеге назар аударыңыздар. Бірінші, екі дәуір тұлғаларының бейнесіне сипаттама береді. Екінші, тұлғаның ерлік істерін бағалайды, ұқсастығын табады, ұрпақтар сабақтастығын заманауи тұрғыда салыстырады, жаңашылдығына баға береді. Ел армандаған азаматтық тұлға ретінде екі кейіпкер алынды. Бірі Сырымдатұлы, екіншісі Мұхтар Шаханов. Осы екі тұлғаның ерекшелігін, ұқсастығын жаза отырып,
бейнелей отырып, кестеге түсіре отырып, құрметті оқушылар, ұрпақтар сабақтастығы мен жаңашылдығына қалай баға бересің деп сұраққа жауапты осы тар кезең романымен байланыстыра отырып, Мұхтар Шаханов ұрпақтар заман сабақтастығы екендігін бүгінгі 21 ғасырдың тұлғаларымен байланыстыра отырып, өзіндік ой пікіріңізді жазыңыздар. Берілген тапсырма бойынша дұрыс жауап нұсқасымен танысайық. Өз жауаптарыңызбен салыстырып көріңіздер. Сырым Датұлы 18-19 ғасырдың өкілі. Мұхтар Шаханов 20 ғасырдың өкілі. Тұлғаның ерекшелігі екі тұлғаның. Кәнеки соған кеңірек тоқталамыз. Сырым Датұлы қазақ халқының патшалық Ресейдің Еділ мен Жайық өзендерінің айналасындағы шұрайлы жайылым жерінен айыруына, отарлау саясатына наразылық білдіріп, көтеріліске шыққан қазақ халқының батыры, қолбасшысы. Мұхтар Шаханов қазіргі заманымыздың ірі тұлғасы. Мұхтар Шахановты бұрыннан арал проблемасын көтеруші, мемлекеттік тілді қызғыштай қорып жүрген кісі ретінде білсек, қазір сан мыңдаған ғасыр бұрынғы тарихымызды бізге жеткізе білген ақын ретінде танимыз. Осы екі тұлғаның өзіндік ұқсастығы бар. Біріншіден, ел армағындаған азаматтық тұлға. Екінші, қазақ әдебиетіндегі күрескер рухтың бейнесі. Үшінші, тарихта болған тұлға. Төртінші, роман мен поэма мазмұны арқылы қазақ деген қайсар халық екенімізді білдік. Бесінші, отан қорғау жолында бабаларымыздың жанқиярлық күресте опат болғандығын аңғардық. Нұралы хан мен Қарашоқының опасыздығы осы екі тұлғаның шығармаларында бейнеленеді. Нұралы хан тар кезең романында өзіндік бейнесі көрсетілсе, Мұхтар Шахановтың Отырардың қирауы поэмасында Қарашоқының бейнесі көрінеді. Осы ұрпақтар сабақтастығы мен жаңашылдығын қалай баға бересің деген сұраққа өз ойымызды бағамдап көрейік. Отан қорғау жолындағы бабаларымыз сол дәуірде жеңіліс тапқанымен қазақ елінің сағы сынбады. Қайта елге, отанға, жерге деген сүйіспеншілік артып, рухы әркез асқақта биікте тұрды. Соның бір айғағы рухы өр, тәні бекем, қазақ жастарының Сырым Махамбет, Алаш қайраткерлері 1986 жылғы орыс отаршыларына қарсы ұйымдастырған желтоқсан көтерілісі мысал бола алады. Сол кездердегі қазақ халқына ұлтшыл деп кінә айып тағушыларға Мұхтар Шаханов ағамыз қарсы шығып, еліміздің тәуелсіздік алуына мұрындық болды. Қазақ елі талай қиын өткелдерден өтіп, бүгінгі күні тәуелсіз ел атанып, бақытты ғұмыр кешуде. Бүгінде тәуелсіздіктің 30 жылдық тойын өткізуге дайындық үстінде еліміз қарыштап дамуда. Заман ағымына қарай ұрпақтар сабақтастығы, заман жаңашылдығының бой көтеруі осындай ерен еңбектердің жемісі. Осының бәрі рухымыздың өр екендігінде деп ойлаймын. Енді, құрметті оқушылар, өздеріңіздің сұрақтарыңызға жауап берулеріңізді салыстырып, қарап, жұмыстарыңызды зерделей отырыңыздар. Сіздерге қазір попс тәсілі арқылы тапсырма ұсынылады. Тар кезең романы туралы өз пікіріңізді бағамдаңыз және ұрпақтар сабақтастығы заманауи тұрғыда салыстырып баға беріңіз. Бұл бағаны бұл тапсырманы орындау үшін сіздерге тірек сөз тіркестері ұсынылып отыр. Сырым өмір сүрген қоғам, заманауи ағым, жаңашыл көзқарас, ұлтжандылық, отан, тәуелсіздік. Дескрипторы. Бірінші, өзіндік көзқарасын, пікірін білдіреді. Шығармадағы ұрпақтар сабақтастығы көрінісін заманауи тұрғыдан салыстырады. Үшінші, негізгі ой арқылы өмірмен байланыстыра талдайды. Берілген тапсырманы орындау үшін бірінші сөйлемде менің ойымша деп бүгінгі өтілген сабақтың тақырыбы бойынша өз ойларыңызды бір ғана сөйлеммен жазасыздар. Екінші сөйлемде себебі мен оны былай түсіндіремін деп өздеріңіздің білдірген ойларыңызды бір сөйлеммен түсіндіріп жазасыздар. Үшінші сөйлемде оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын деп өзіндік ойыңызды дәлелдей алатын мысалды ой қорытып жазасыз. Төртінші сөйлемде осыған байланысты мен ұлтымыздың мынадай құндылықтарын баса айтып
қорытынды шешімге келдім деп, бүгінгі сабақтың мазмұндық сипатымен танысқан ақпараттарыңызды зерделей отырып, қорытынды ой пікіріңізді бір ғана сөйлеммен жазасыздар. Құрметті білім алушылар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.